Баршаға сәлем. Бүгін біз 2008 жылы жарық көрген «Викингтер бөтен планеталықтарға қарсы» атты фантастикалық боевиктің сюжетін талдаймыз. Біздің заманымыздың 709 жылы ғарыш кемесі апатқа ұшырап, біздің планетамыздағы бір көлдің ортасына құлайды. Кемеден жат планеталық қиындықпен шығып, жараланған серігін жағаға сүйреп әкеледі. Біраз уақыт ес-түссіз жатқан ол, өзіне келген соң өткен өмірін еске ала бастайды. Өкінішке қарай, оның серігі ауыр жарақаттан қаза табады. Ер адам суда қалған кеме компьютерін тауып, оны жағаға шығарады. Бейтаныс тілде ол компьютерден қай планетаға түскенін және маңайда басқа экипаждардың бар жоғын сұрайды. Өкінішке орай, жақын маңда басқа кемелер жоқ болып шығады. Компьютердің көмегімен ол осы планета, мұндағы тіршілік иелері, олардың тілі мен мәдениеті туралы ақпаратты тікелей өз миына жүктейді. Бұл процедура өте ауыр әрі қиын өтеді. Кешкісін бөтен планеталық қаза тапқан серігін жерлейді. Келесі күні ер адам маңайды барлауға шығады. Өзімен бірге тек қуатты қаруын ғана алған ол, ауылдың жанынан киттің мүжілген денесін табады. Бұл жерге әлдекімнің шабуыл жасағаны анық еді. Кенет ер адам өзінің бақылауда екенін байқап, қашуға тырысады. Бірақ оны салт атты қағып кетеді. Ес-түссіз жатқан бөтен планеталықты биік ағаш қорғанмен қоршалған викингтер ауылына келеді. Үлкен залда король Ротгар өз қызы Фрейямен семсерлесіп жатады. Бойжеткен әкесіне тақ мұрагері Вольфрикке тұрмысқа шықпайтынын мәлімдейді. Король қызының иығын аздап жаралап, жекпе-жекті аяқтайды. Осы кезде залға Вольфрик кіріп, Фрейяға қамқор болатынына уәде береді, бірақ бойжеткен оған үндемей қарап, шығып кетеді. Ротгар мен Вольфрик көршілес Гуннар ауылының қалай талқандалғанын талқылайды. Сол кезде ол ауыл маңында оғаш киінген бейтаныс адамды ұстағанын хабарлайды. Викингтер тұтқынның ерекше киіміне қызыға қарайды. Жауап алу кезінде ол өзін Кайнан деп таныстырып, солтүстік аралдардан айдаһар аулауға келгенін айтып өтірік соғады. Викингтер бөтен планеталықты көрші ауылға шабуыл жасады деп айыптайды. Тұтқын қашуға әрекеттенгенімен, жауынгерлер оны тез тоқтатады. Вольфрик Фрейяға бөтен планеталықтың жарасын таңып, оны бақылауды тапсырады. Вольфрик корольге тұтқынның шындықты айтпай отырғанын жеткізеді. Ротгар, талқандалған ауылдың билеушісі Гуннарды тауып, мән-жайды анықтау керек деп есептейді. Алайда Вольфрикке бұл ой ұнамайды, ол әкесінің өліміне Гуннарды кінәлайды. Король оған нағыз патша, өз сезімі мен ақылын басқара білуі тиіс екенін айтады. Кайнан Фрейяға көрші ауылға шабуыл жасамағанын айтады. Тұтқын қызған темірдің көмегімен қолындағы бұғаудан босап, бойжеткенді және кіреберістегі күзетшіні есеңгіретіп тастайды. Ол қашпақшы болады, бірақ үлгермейді. Викингтер қауіп туралы белгі берген соң, ер адамдар Гуннардың шабуылын күтіп қорған қабырғасына шығады. Бірақ айналада ешкім көрінбейді. Кенет үйлердің бірінен айқай шығады. Жаудың ішке кіріп кеткені белгілі болады. Ұзын қармауыштары бар беймәлім мақұлық, санаулы секундта жауынгерлердің бірін өлтіріп, оның денесін атқораға сүйреп әкетеді, өрт қояды. Кайнан құбыжықты көріп, оны қуа жөнеледі. Бірақ оның соңынан дәу викинг қуып келеді. Құбыжық тағы бір жауынгерді өлтіріп, оның денесін алып, қорған қабырғасына өрмелеп кетеді. Кайнан бұл мақұлықты Мурвин деп атайды. Бұл ол бұған дейін айтқан баяғы айдаһардың өзі еді. Ер адам құбыжықтың соңынан ұмтылады, бірақ викингтер оны ұстап алып, үлкен тасқа байлап тастайды. Кайнан өз әлемінде Мурвиндердің оның жақындарын қалай өлтіргенін еске алады. Келесі күні кішкентай бала тұтқынға бір тілім нан ұсынады. Кайнан оны күдіктенсе де қабыл алады. Жауынгерлер оны патшаға алып келгенде, ол Мурвиннің өз әлемінде адамдарды қалай аулағанын айтып береді. Құбыжық оларды алдымен жарықпен алдап, содан кейін өлтіреді екен. Тұтқын бұл құбыжықты осы жерге өзі ертіп келгенін мойындайды. Викингтер оны өлтіргісі келеді, бірақ патша Кайнан құбыжықты тауып, жоюға көмектеседі деп есептейді. Чужестранец. Фрейя Кайнанға жылы қабақ танытады, ал сарбаздар оған ат береді. Бірақ оның қолын байлаулы күйде қалдырады. Жолда Барамир бейтаныс адамға бал сусынын ұсынады, бірақ сусын оған ұнамайды. Вольфрик өлген жануарларды көріп, құбыжық жақын маңда болуы мүмкін деп түйеді. Патша жауынгерлерге жұпқа бөлінуді бұйырады, бірақ Кайнан мұның өте қауіпті екеніне сенімді. Кенет Барамир күдікті шу естиді. Сол сәтте ағаштан олардың қасына аттың басы құлап түседі. Басқа екі жауынгер үңгір маңынан қалдықтарды тауып, оны тексеруге шешім қабылдайды. Көп ұзамай олардың қатты айқайы естіледі. Барлығы үңгірге қарай жүгіреді, онда үлкен аю жасырынып жатады. Викингтер оған батыл түрде тап береді, ал Кайнан аюға шешуші соққы бағыттайды. Ол аңның патшаға жетуіне жол бермейді.
Көрсеткен ерлігі үшін патша бейтаныс адамға бостандық пен өмір сыйлайды. Бүкіл ауыл жеңісті тойлайды. Залға Кайнан кіреді, оның үстінде теріден жасалған киім бар. Жауынгерлер оны өз бауырындай қарсы алады, ал патша оны өз үстеліне шақырады. Оғаннан берген Эрик есімді бала келеді. Тұтқын оған өзінің қылышын көруге рұқсат береді. Патша баланың ата-анасын өлтіріп кеткенін, енді оған бүкіл тайпа болып қамқорлық жасайтындарын айтады. Осыдан кейін викингтер қалқандардың үстімен жүгіру ойынын бастайды. Вольфрик Кайнанды сайысқа шақырады. Қарсыластар жауынгерлер ұстап тұрған қалқандардың үстімен құлап қалмауға тырысып жүгіреді. Вольфрик сальто жасайды. Кайнан оны қайталайды. Барамирдің қалқаны сынып, екеуі де жерге құлайды. Вольфрик бейтаныс адамды тең дәрежелі жауынгер ретінде қабылдайды. Далада Фрейя Кайнанға келіп, әкесін аюдан құтқарғаны үшін алғыс айтады. Кайнан олардың адамдарын аю емес, Мурвин өлтіргенін түсіндіреді. Кенет Гуннар өз сарбаздармен ауылға шабуыл жасайды. Екі викинг тайпасы өлімші жекпе-жекке түседі. Фрейя бірнеше жауды өлтіреді. Дәу Гуннар патшаға шабуыл жасап, балғасымен оның қалқанын қиратады. Кайнан Гуннарға тап береді. Жау тайпасы жеңілгенін түсініп, өз көшбасшыларын қақпаның сыртына алып шығады. Қарсыластар кетуге мәжбүр болады. Гуннар өз отбасын өлтіргендерден қалайда кек алатынын айтып айқайлайды. Фрейя Кайнанға Вольфриктің әкесі туралы айтып береді. Осыдан көп жыл бұрын ол айналадағы барлық ауылдарды франктерге қарсы шабуыл жасау үшін жинаған екен. Бірақ Гуннар өз жауынгерлерімен келмей қалған. Соның салдарынан Вольфриктің әкесі қаза тапқан. Содан бері екі ауыл арасындағы байланыс үзілген. Осы кезде Гуннар орманда жаңа шабуылды жоспарлап жатады. Оның бір жауынгері топтан бөлініп шыққанда, Мурвин оны тез арада жоқ қылады. Викингтер біреудің сарбаздарды бірінен соң бірін қырып жатқанын зәресі ұша көреді. Гуннар қызыл жарықты байқап, шайқасқа ұмтылады. Сарбаздар ауылға қарай қашады. Қорқыныштан патша ауылы тіпті берілуге дайын болады. Гуннар олардың соңынан жүгіреді. Қорғандағы садақшылар оқ жаудырып, бірнеше жауды өлтіреді. Кайнан оларды тоқтатуды өтініп, қақпаны ашады. Орманда көк оттар пайда болып, викингтерді ұстай бастайды. Мурвин бейшараларды жеп, орманда жоқ болып кетеді. Гуннар қобыжықтың терісі тас сияқты, оны ештеңе теспейтінін түсіндіреді. Вольфрик аңда аулауға шыққысы келеді, бірақ Кайнан оның бұл ақымақ жоспарына күледі. Ол Мурвинді тек тұзаққа түсіру арқылы ғана жеңуге болатынына сендіреді. Вольфрик Кайнанға тап береді, бірақ оларды жауынгерлер ажыратып үлгереді. Король Кайнанның жоспарымен келіседі. Викингтер ауылдың кіреберісіне тұзақ құрады. Кайнан олардан барлық тез тұтанатын заттарды жинауды сұрайды. Олар терең шұңқыр қазып, оны үй сияқты етіп бүркейді. Ішіне бірнеше баған орнатып, жанғыш қоспа құяды. Жұмыс аяқталған соң, король бейтаныс адамға олармен мәңгіге қалуды ұсынады. Сол кезде қаза тапқан жолдастарының денелері арасында жатқан викингтердің бірі есін жияды, бірақ оны аш Мурвин сол сәтте-ақ жеп қояды. Кайнан мен Фрейя бірге тамақтанып отырғанда, ер адам өз өткені туралы айтып береді. Оның халқы басқа әлемдерді отарлаған екен. Мурвиндер мекендеген планетаға келгенде, олар қауіпті жыртқыштарды жою үшін қуатты бомбалар тастаған. Тірі қалған қобыжықтарды ғарыш кемелеріндегі қарулармен атып өлтірген. Көптеген отбасылар, соның ішінде Кайнанның да жақындары, жаңа планетаға қоныстанған. Ер адам жаңа әлемдерді зерттеу үшін ұшып кеткенде, бір Мурвиннің тірі қалып, оның планетадағы отбасын қырып салғанын біледі. Қаза тапқан туыстарының денесін алу үшін оралғанда, қобыжық кемеге кіріп кетіп, Кайнаннан басқа бүкіл экипажды өлтірген. Фрейя жігітке әкесі сыйлаған отбасылық қылышты береді. Гуннар тайпасы Мурвиннің шабуылына дайындалады. Кайнан мен Вольфрик қақпаның сыртына шығады. Бейтаныс адам алауды алып, оны орманға қарай лақтырады. Кенет қайдан шыққаны белгісіз бір діни қызметкер пайда болып, дұғалармен қобыжықты тоқтатпақ болады. Бірақ Мурвин бейшараны бөлшектеп тастайды. Жауынгерлер тұзақ құрылған үй арқылы кері қашады. Қалқандардың үстімен секіріп бара жатқанда, Вольфрик сүрініп кетіп, қобыжықпен бірге сұйықтыққа құлайды. Викингтер торларды жауып үлгереді. Кайнан Вольфрикті сыртқа шығарып алады. Содан соң садақшылар үйге жанып жатқан жебелермен атады. Осы кезде басты залда кішірек тағы бір Мурвин пайда болады. Фрейя басқа елдердің қашып кетуіне мүмкіндік беріп, оған шабуыл жасайды. Король қызына көмекке ұмтылады, бірақ қобыжық оны оңай лақтырып жібереді. Сол сәтте үлкен Мурвин шұңқырдан секіріп шығады. От оны жаралап, қатты ашуландырған еді. Вольфрик пен Кайнан оған шамалары келмейді.
Құбыжық өзіне шабуыл жасаған Гуннардың басын өткір құйрығымен шауып түсіреді де, орманға қашып кетеді. Кайнан басты залға жүгіріп кіргенде, Фрейяның әкесінің жансыз денесінің жанында жылап отырғанын көреді. Таңертең викингтер жаңа шабуылдардан қорқып, қайықтармен ауылдан кетеді. Эрик, Кайнанмен бірге қалғысы келеді, бірақ ол бұл жердің тым қауіпті екенін айтады. Вольфрик жаңа билеуші болады, бірақ ол бұл жағдайда өзін дәрменсіз сезіне. Кайнан әлі де үміт бар екеніне сенімді. Бірнеше викинг құбыжықтың інін табу үшін құдыққа түсуге бел байлайды. Барамир оларға мықтырақ қару керек екенін айтады. Кайнан Вольфрикпен және Фрейямен бірге өз кемесі құлаған жерге жүзіп барып, суға сүңгиді. Ол қажетті материалдарды жинап жатып, су астында Мурвинді көріп таңғалады. Су бетіне шыққанда ол қайықтың сынықтарын және ес-түссіз жатқан Вольфрикті көреді. Фрейя еш жерде көрінбейді. Барамир кеменің темірінен өте берік қылыш соғады. Осыдан кейін викингтер құдыққа секіріп, жерасты үңгірімен алға жылжиды. Фрейя құбыжықтардың ұясында көптеген өліктердің жанында есін жияды. Ол Мурвинді байқайды. Бойжеткеннің өмірі қыл үстінде тұрғандай көрінеді. Мурвин жақындап келе жатқан адамдардың дыбысын естіп, соларға қарай ұмтылады. Викингтер жер астында лава ағып жатқан үңгірге жетеді. Мурвин викингтерге тап беріп, Кайнан мен Вольфриктен басқасының бәрін дерлік өлтіреді. Кайнан құбыжықты жаралап үлгереді. Жауынгерлер Фрейяның айқайын естіп, солай қарай беттейді. Қыз көру қабілетінен айырылып, тек дыбысқа ғана бағдар алатын Мурвиннің дәл алдынан шығады. Жауынгерлер Фрейяға жетеді, бірақ олардың арасын қабырға бөліп тұрады. Кайнан қызға қылышты лақтырады. Ол құбыжықтың басын шауып түсіреді. Үшеуі ақыры бірге қосылады. Айналасындағы адам денелерінің үйіндісіне қарап тұрған олар үлкен Мурвиннің жақындап қалғанын естиді. Сөйтіп сарқыраманың артындағы жартас шетіне жүгіріп шығады. Фрейя жартаспен жоғары өрмелемек болғанда аяғы тайып құзға құлай жаздайды. Кайнан бойжеткенге көмектесіп, оны жартаста ұстап қалады. Сол сәтте Мурвин Вольфрикке шабуыл жасап, оны қатты жаралайды. Викинг құбыжықты қылышпен бірнеше рет жаралап үлгереді, бірақ мақұлық жараланған жауынгерді лақтырып жіберіп, үңгірге тығылады. Кайнан құбыжықтың ізімен үңгірге қайта кіреді. Фрейя жартас шетіне шығып, мақұлықтың назарын өзіне аударады. Кайнанға шабуыл жасауға мүмкіндік береді. Мурвин құздың жиегіне асылып тұрып, адамды өзімен бірге ала кетпек болады. Алайда Кайнан құбыжықтың табанын шауып тастайды. Соның салдарынан ол зор биіктіктен суға құлайды. Екеуі хал үстінде жатқан Вольфрикке жақындап, оған құбыжықтың ақыры өлгенін айтады. Викинг өзінің қарулас досының жаңа билеуші болғанын қалап, Кайнанға патшаның бойтұмарын табыстайды да, жан тәсілім етеді. Екеуі жартастың басына шығып, қайықтағы викингтерге жеңіске жеткендерін айтып айғайлайды. Кайнан бойжеткенді сүйіп, өзінің әлі де аяқталмаған ісі барын айтып кетеді. Ол ғарыш кемесінің сынықтарына қарай сүңгіп, қаза тапқан жарымен мәңгілікке қоштасады. Содан соң кемелерге белгі беретін маякқа жақындап, өз халқы бұл планетаны ешқашан тауып ала алмау үшін құрылғыны қиратып тастайды. Фрейя бұл көріністі бұталардың арасынан бақылап тұрады. Викингтер қаза тапқан Ротгар мен Вольфрикті салтанатты түрде жерлейді. Ал Кайнан Фрейяға үйленіп, викингтердің патшасы атанады. Ол Эрикті асырап алып, жер бетінен өзінің жаңа үйін табады. Викингтер бөтен планеталықтарға қарсы фильмі сіздерге қалай әсер етті? Ойларыңызды пікірге жаза кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет.